Сәлем достар, сіздермен бірге айтылмаған құпия каналы. Маған тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Кешкі уақытта жатақхананың тыныштығын сындырып, күлкі аралас дауыстар естіліп тұрды. Айдана әдеттегідей сабағын оқып, ноутбук алдында отырған. Кенет бөлмесіне бірге тұратын құрбысы Ажар кіріп келді. Айда, демалшы, жынды боласың оқып. Кел бері, бір қызық көрсетем, деді ол смартфонын көрсетіп. Не тағы? Тикток па? Деді Айдана. Жоқ, кәдімгі ставка. Қара кеше мына командаға 1000 теңге тігіп, 4000 ұттым, деді Ажар. Айдана қасын көтеріп, қызығушылықпен экранға үңілді. Букмекерлік қосымша, ойын нәтижелерін болжау. Бір қарасаң оп-оңай. Ажар мақтанышпен экранды жылжытып, балансын көрсетті. 11000 теңге. Студент үшін жаман ақша емес. Тек сәттілік қой, деді Айдана сенімсіз. Бір-екі рет байқап көр. Басында қорқыныш емес, ұтсаң пайда, ұтылсаң тәжірибе, деді Ажар. Түн ортасына дейін матчтарды шолып отырды. Ажар аналитика жайлы коэффициент туралы әңгіме айтып, өзін кәдімгідей кәсіпқой ойыншыдай сезінетін. Ал Айдана болса, алғашқы рет жүрегі қызығушылықпен атқалай бастағанын сезді. Ертесі күні түстен кейін Айдана университеттегі дәрістен шығып, бір шетке отырып қалтасын ақтарды. 1-2000 теңге ғана қалтасында қалыпты. Кешкі асқа кетеді, деп ойлағаны сол еді, санасына Ажардың сөзі жаңғырып кетті. Бір-екі рет байқап көр, басында қорқынышты емес, деген сөзі. Сол сәтте телефонын алып, әлгі букмекерлік қосымшаны жүктеді. Бәрі өте оңай болып көрінді. Тіркелу, ақша ашу, ақшаны енгізу. Бір рет ғана, деді ол өз-өзіне. Қызық емес пе? Деп сұрақ қойып. Сол түні Айдана алғаш рет ставка тікті. Матч 21:00-де басталатын еді. Ол телеграм топтарға кіріп, сенімді болжамдар іздеді. Неғұрлым көбірек оқыған сайын, соғұрлым аз қобалжи бастады. Бейне бір ішінен әлде бір батылдық оянғандай болды. Матч басталды. Ол жүрегі дүрсілдеп телефонға қарап отырды. Алғашында тайм тең өтті. Екінші таймда командасы гол салды. Ойын біткенде ол 2000 теңгесінің орнына 5800 теңге ұтып алды. Айдана орындықта отыра беріп күліп жіберді. Бұл не, сәттілік пе, әлде бастаманың белгісі ме? Ол өз-өзіне сыбырлап қойды. Тағы бір рет, және соңғы рет деп. 30 тіккен матч аяқталғаннан кейін Айдана ұзақ уақыт ұйықтай алмады. Қолындағы 5800 теңгені қайта-қайта қарап, кәдімгідей масаттанып жүрді. Бұл ақша оған үлкен сома емес еді. Бірақ оны қалай алғаны бәрінен маңызды болатын. Сабақ оқып, қанша күн жүрсем де, мұндай ақшаны әп-сәтте таба алмаймын, деп ойлады ол ішінен. Келесі күні ол үшін ерекше басталды. Айдана таңғы кофесін ішіп отырып, өз-өзіне сенімді кейіп танытты. Ажар оның үстелге қарап, күлкісін жасыра алмады. Енді сен де бастадың дейсің бе? Деп қытықтай күлді ол. Қарапайым сәттілік қой, бір ғана рет. Ой-бой, бәріміз дәл солай бастағанбыз, бірақ жеңіс тәуелділік сияқты. Ұта берген сайын тастай алмайсың. Мен олай болмайды деп ойлаймын. Бәрін бақылауда ұстаймын. Ажар күліп, иығын қиқаң еткізді. Қарап көрейік. Кешкісін Айдана тағы бір матч тапты. Бұл жолы сенімді ойын. Болжам жасаушылар бұл матчтың 2-1 есебімен аяқталатынын айтып жатты. Айдана 3000 теңге тікті. Ішінен бір тылсым дауыс, көбірек тігіп көр, ұтсаң тіпті мол болады, деп сыбырлады. Ол тыңдады, және ұтысты 5000 теңгеге енгізді. Матч басталды. Алғашқы 15 минутта ештеңке өзгермеді. Бірақ 23 минутқа қарсы командасы гол салды. Айдана орнынан тұрып бөлмеде әрлі-берлі жүре бастады. Қолы дірілдеді. Ұтылдым ба, деген ой миын тесіп өтті. Бірақ 34 минутта өзі тіккен команда есепті теңестірді. Жүрегі дүрс, экраннан көз алмай отырды. 83 минутта шешуші гол соғылды. Ойын аяқталды. Айдана 5000 теңгеден 14500 теңге ұтты. Сол сәтте ол ішінен әлде бір қуанышпен мас болу сынды күй кешті. Бұл адреналин, бұл ләззат. Сонымен қатар бұл алғашқы у.
Сен мықтысың, сенің интуицияң күшті, сен бәрін меңгере аласың, деді ішкі дауыс. Айдана сол түні ұзақ ойланып жатты. Ұтқанына қуанса да, жүрегінің түбінде бір мазасыздық жатты. Бірақ оны елемеуге тырысты. Ертең тағы да байқап көрем, бұл жолы көбірек, деді ол сыбырмен. Ал келесі күні оның өзіне деген сенімі мен құмарлығының шын бет-бейнеге айнала бастаған күні болмақ еді. Сенбі кеші Ажар Айдананы қонаққа шақырды. Бүгін демалысымыз, кешке клубқа барайық, сен жеңістен кейін мейрамдауға лайықсың, деді ол қуанышпен. Айдана әуелде барғысы келмеді. Бірақ ішкі мені жеңді. Ол өзіне сенімділікпен макияж жасап, әдемі көйлек киді. Өзін бүгін мүлде басқа адам сезінді. Еркін, батыл, әрі аздап елжіреген. Түнгі клубтың іші қараңғы, бірақ түрлі түсті жарықтармен жарқырап тұрды. Музыка айқайлап тұр. Айдана іші билеп күлді. Өмірінде алғаш рет бәрінен арылғандай күй кешті. Сол сәтте бір жігіт жақындады. Қара көзілдірік, қымбат киім, есімі Арнұр. Көрікті, сөзі ширақ. Сәлем, сен бүгінгі кештің жұлдызы сияқтысың, деді ол жымиып. Айдана да күлімдеп, бұл кеш кішкене жеңістің құрметіне, деп жауап берді. О, ставка, бәстігесің бе? Иә, соңғы күндері байқап жүрмін. Арнұр қызығушылықпен бетіне қарады. Егер шынымен қызығатын болсаң, мен саған нақты ақша табатын жолысын аламын. Тек экранға қарап отырудан гөрі ішкі ақпаратпен жұмыс істеу тиімді. Не туралы айтып тұрсың? Арнұр оған визитка ұсынды. Ақ фонда тек бір атау жазылған. Zero Line, VIP ставкалар клубы. Бұл жерде жай адамдар жоқ. Бізде нақты болжам, нақты ақпарат, нақты ақша бар. Кәдімгі инсайдерлік ақпаратпен жұмыс істейміз. Сенің бойыңда потенциал бар. Қызықтырса, хабарлас. Айдана визитканы алды. Оны қалтасынан сала тұрып, Арнұрға тағы бір сұрақ қойды. Бұл заңды ма? Арнұр жымиып, егер бәрі ақылды түрде жасалса, не заңсыз? Кеш аяқталғанда Айдана бөлмесіне оралды. Ол телефонын алып шотына қарады. 18.000 теңге. Аз емес, бірақ Арнұрдың ұсынысы мүлде басқа деңгей еді. Ол визиткаға қайта қарады. Zero Line. Түнгі ұйқысы қашты. Ақыл ойын әлі бәрімен бір сөз мазалады. Бір апта бойы алды Айдана Арнұрдың берген визиткасын шұқшия қарап ойланып жүрді. Сабақ оқуға зауқы соқпайтын. Кітапты ашса көз алдына коэффициенттер, сандар елестейтін. Ал лекция тыңдаса ойының бәрі Zero Line-ға кіріп кететін. Ақыры шыдай алмай жазылған нөмірге WhatsApp арқылы жазды. Сәлем, бұл Айдана, сізбен кездескім келеді. Жауап көп күттірмеді. Арнұр лезде жауап жазды. Бүгін кешке кел. Мекенжай Влаунге 21:00-де. Есік алдындағы күзетшіге менің атымды айт. Айдана кешкісін толқып киінді. Өзін айнада қарап тұрып, мен мұнда не үшін бара жатырмын, деп ойланды. Бірақ жүрегінің бір шетінде сен бұған дайынсың, сен өзгеше болуға лайықсың деген бір дауыс болды. Влаунге қаладағы ең қымбат элиталы орындардың бірі. Есіктің алдында күзетшілер тұр. Айдана жақындап, сәл қобалжып, мен Арнұр мырзаның қонағымын, деді. Күзетші оған көз тастап, басын изеді. Жоғарыға көтеріліңіз, VIP залға өтіңіз. Зал ішіне кіргенде Айдана таң қалды. Бұл кәдімгі клуб емес, құдды бір құпия қоғам сияқты. Жібек перделер, сиқырлы жарықтар, түрлі үстелдерде адамдар шоғырланған, бір жерде шахмат, бір жерде дойбы, ал бір үстелде карта ойыны жүріп жатты. Покер. Арнұр оны көріп жылы жүзбен қарсы алды. Келгенің жақсы болды. Сені таныстырып өтейін. Бұл біздің ішкі шеңбер. Мұнда жай адамдар кірмейді. Ол Айдананы бірнеше адаммен таныстырды. Барлығы өзгеше тартымды, шенеуік те, кәсіпкер де, тіпті танымал блогерлер де бар. Бірақ бәрінің ортақ қасиеті құмарлыққа тәуелді көз қарас. Кейінірек Айдананы бөлек үстелге апарды. Карта ойнай аласың ба? Жоқ, тек 1-2 рет көргем. Үйренесің. Покер ақыл мен сабырдың ойыны. Бірақ бір ұтыс сені өзгертіп жібереді.
Айдана жайғасып, алғаш рет карта ойынына қатысты. Басында жай ғана бақылап отырды. Бірнеше раундтан кейін Арнұр оған фишка берді. Мынау сыйлық, бүгінгі кешке ғана қаласаң сәтіңді сына. Айдана алдымен бас тартқысы келді, бірақ ішіндегі дауыс тағы да ойна. Соңғы рет тек қызық үшін. Ол фишканы қойды. Бірінші раунд жеңіліс, екіншісі тағы да. Бірақ үшіншісінде кенет бәрі өзгерді. Бәрі ұнытты. Ол үстел басында тұрған алдындағы фишкалар саны 3 еселеп көп келді. Арнұр оған қарай жымиып, сенде бір табиғи сезім бар. Сезім мен батылдық ең бастысы. Айдана сол сәтте өзін бұрын соңды болмағандай, еркін, биік, басқаша сезінді. Покер кешінен кейін Айдана өзгеше сезім оянды. Қолында бір бума ақша емес, бірақ ішкі толқу мен жеңімпаздық рух бар еді. Жеңіс оның миын шабытқа, ал жүрегін өртке айналдырды. Келесі аптада ол сабаққа сирек бара бастады. Топтарды іздеген сайын басым ауырып тұр, жақында қайтам деп жалтарумен болды. Ал шындығында ол күн сайын онлайн матчтар қарап, бәс тігіп, кешке блаунгеға барып жүрген. Бірақ бәрі үнемі жеңіспен аяқталмайтынын ол әлі түсіне қоймаған еді. Бір күні таңертең ерте Айдана шотына 20 000 теңге салып, сенімді болжам бойынша 3 матчқа бірден ставка қойды. Бастапқыда бәрі жақсы басталды. 2 команда ұтты, 3-ші матч қалды. Сол ойын кезінде күтпеген жағдай болды. Негізгі шабуылшы жарақат алып қалды. Айдана сене алмады. Есеп тең тұрды. Бірақ соңғы минуттарда қарсы команда пенальтимен гол соғып, ставка күйді. 20 000 теңге жоқ. Жарайды, деді өзіне. Бұл бір ғана ойын. Ертең қайтарамын. Келесі күні қалған ақшасын 12 000 теңгені қайтадан тікті. Тағы тұлды. Көп ұзамай шотында 0 теңге қалды. Досынан қарыз сұрады, жала қалсам қайтарамын деп. Сөйтіп 10 000 теңгеге қайта ставка қойды. Ұтты. Міне, мен қайтып келдім, деді ол қуанып. Бірақ ақша шотта көп тұрып қалмады. Келесі күні бәрін тағы тікті. Бұл жолы 2 есе көп ұтам деп ойлады. Ұтылды. Сол кезде ғана шындықтың ащы дәмі шықты. Шот бос. Телефондағы бүкіл қарыз 27 000 теңге. 2 досына берешік. Кешкісін бір жігіттен берген ақшамды ертең қайтар деген хабарлама келді. Жүрегі шым етті. Айдана төсекте отырды. Көз жасын ұстай алмай үнсіз егіле жылады. Ол бар болғаны қызығушылықпен бастаған еді. Бірнеше теңге ғана, бірақ енді ол өзі де түсінбей қалды. Бұл жол оны қайда апарып бара жатыр? Қалтасында көк тиын жоқ, телефонда шотты толтырыңыз деген жазу, басы ауыр, іші бос, көңілі күйзеліп тұр. Мұның бәрі менің өзімнің кінәм бе деп ойланды ол. Сол сәтте бірінші рет қорқыныш пайда болды. Бұл ойын емес екен, бұл тәуелділік екен соңды. Түсінді. Қалай тоқтатамын, деді Айдана өзіне сыбырлап. Бірақ жауабы болмады. Достар, сіздерге бұл хикая ұнады ма? Бұл өмірден алынған шынайы оқиға. Ұнаса лайк басып, комментарий жазып кетіңіздер. Сіздердің де осылай азартқа кіріп кеткен достарыңыз бар ма? Болса, белгілеп кетіңіздер.